Сәлем достар, микрофонда Ильяс Байсейіт, информатика айларын. Сіздермен біз 7-ші сыныптың Алматы баспасымен таныс болғалы отырмыз. Оның ішінде Pythonға қатысты бөліммен, оның ішінде біз мынандай тақырыптарды өтетін боламыз. Ең алдымен файлдармен жұмыс, келесі файлдық функциялармен жұмыс, кейіннен біз тармақталған алгоритммен біз таныс боламыз. Тармақталған алгоритмнің ішінде кірістірілген шарттармен және құрамды шарттармен танысып боламыз. Одан кейін біз таңдауды ұйымдастыру, яғни картажбен жұмыс жасайтын боламыз. Онда көп ұзамай біз тақырыбымызды бастайық. Менің арнама жазылыңыздар. Егер де түсінбей жатқан болсаңыздар, сұрақтарыңыз болса, комментарияға, пікірге, яғни пікіріңізді қалдырыңыздар. Мен міндетті түрде кері байланыс сіздерге беремін. Онда алда бізде әлі қызықтар күтіп тұр. Сол себепте біз сабағымызды бастайық. Біз тақырыпты 4-1 файлдармен жұмыспен бастаймыз. Онда бастайтын болса қараңыздар. Ең алдымен файл дегеніміз не? Файл дегеніміз ол аты және оның типі бар. Сыртқы жадыда, яғни тұрақты жадыда орналасатын компьютердің бір аймағы болмаса құжатты айтады. Оның түрлі форматы бар, яғни файлдардың графикалық, кестелік, аудио, видео, мәтіндік файлдар бар. Біз яғни соның ішінде Pythonда бізге тек мәтіндік файлдармен жұмыс жасайтын боламыз. Оның ішінде TXT форматымен ғана. Онда біз көп ұзамай сабағымызды бастайық. Яғни сөзден іске көшейік. Практика және практика. Онда біз Pythonда файлдармен жүргізетін амалдар төмендегі ретпен орындалады. Ең алдымен бірінші файлды ашу, екінші оқу немесе жазу, файлды жабу. Бірақ бұл жердің арасында біз оқу мен жазудан кейін 4-ші және 5-ші амалдарды қосу керекпіз. Яғни біз файлдарға ең алдымен айнымалылармен таныс болу керекпіз. Одан кейін арифметикалық амалдар бізде орындалу керек. Одан кейін барып бізде ол файл жабылады деген сөз. Файлды жазу және ашу үшін бізде ең алдымен open функциясы қолданылады. Open функциясының өзінің режимдері бар. Оның режимдерімен бірінші таныс болайық. Яғни оның бірнеше режимі бар. Олар бізде R дегеніміз ол read деген сөздің қысқартылған түрі. Ол бізді мәтіндік режимде ғана ашады, тек қана біз оны оқи аламыз деген сөз. W бізде write деген сөз, яғни бұл жерде мынандай нәрсені түсіну керек. W режимінде біз тек қана ескі файл болса да, ол файлды жойып тастап, оның үстіне ылғи да жаңа файлды жазып отырмыз деген сөз. Яғни жаңа деректерді үнемі түрде жазып отырады. Ал енді қараңыздар, сіздерде егер де мысалы файлдарыңызда жазылып қойған болса, ол файлдағы жазуды өшіргілеріңіз келмесе, оның соңына болмаса одан кейін мәліметтер жазғыларыңыз келсе, онда бізге режимі append деген режим көмекке келеді. Ол бізде алдын ала жасалған файлды ашып, сондағы жазбалардың соңына жаңа деректерді қосып жазады дейді. Ол режимі бинарный режим деп аталады. Ол екілік режимде ашады. Екілік деген сөз ол 0 және 1 режимде ашады деген сөз. Т дегеніміз ол бізде текстті режимде, ал плюс ол бізде файлды оқу мен жазу үшін ашады деген сөз. Енді онда біз мына жердегі бірінші мысалға көз жүгіртсек, ең алдымен бізде input txt-ға файлын ашқан, оған 12-15 бүтін сандары берілген. Ол бүтін сандарды осы орынмен ажыратқан және оның осы сандардың қосындысы мен көбейтіндісін шығарған. Қоссақ бізде 27, ал көбейтсек 180 екен. Осының практикасын жазып көрейік. Онда ең алдымен біз бірінші қадамнан бастағанымыз дұрыс. Ең алдымен біз файлды
файлмен біз яғни орындап жатқан біздің программамызбен, яғни Pythonның программасымен ол документ бір папкада болғаны дұрыс. Сол кезде бізде ешқандай ауытқулар, ешқандай ошибкалар болмайды деген сөз. Save as, яғни бұл сохранить как. Ол жерде біз рабочий столдан біз жаңа папка ашып, мысалға файл деп, осының файлдың ішіне біз Python'ды, яғни файлға арналған бірінші есеп деп сохранить етейік. Яғни біз осылай сақтаймыз. Енді бізде ең алдымен fi тең open'ның ішінде біз ең алдымен осы файлға біз жазып алайық. Ол input.txt болсын, input.txt. Одан кейін режим бізде error болады, write болады, потому что біз ол жерге мәліметті жазу керекпіз. fi тең open input, яғни fi.write, яғни осы жерге не жазамыз? 12 мен 15-ті арасын бос орынмен жазамыз делінген. Енді ондай болатын болса fi.close міндетті түрде біз файлды жауып алуымыз қажет. Программа пока что біз бірінші этапты тексеріп көреміз. Біз файлдың ішіне деректерді енгіздік, сол деректер соның ішінде тұрма, соған біз көз жеткізсек. Бізде кодта ошибка жоқ. Сол себептен біз рабочий столдан біз файл папкасынан input.txt файлының документтің ішінен көреміз. Яғни 12-15 деген текст шынымен де жазылған екен. Енді сіздер айтуларыңыз мүмкін, мысалға бұл бізде онан алдын жазылып қойған шығар деген сияқты сұрақтары болуы мүмкін. Ол сұрақтар міндетті түрде орында деп санаймын. Және соның дәлелі ретінде осының орнына мен 15 және 12 деп беремін. Кодты қайтадан жіберем. Окей. Кодта әлі де ошибка жоқ. Яғни біздің жабам қайтадан ашып көрем. Яғни біз қарасақ 15-12 деген қай порядкада екен бізге ешқандай да разницасы жоқ. Сол себепте біз программамызды дальше жұмыс жасата береміз деген сөз. Келесі режим біз кеттік. fi тең open. Сіздер түсіну керексіздер, что бұл мына жерде fi дегеніміз жай ғана айнымалының рөлін a және b деген айнымалының рөлін атқарып тұрғанын түсіну керексіздер. input.txt және бұл жерде енді режим бізге оларды оқу керекпіз. Ол кезде бізде режим қандай болады? Әлбетте r режимі. Одан кейін біз таныстырамыз. Яғни a бізде болады, a b тең болады map, a b тең map функциясын біз 6-шы сыныпта қарастырған болатынбыз. Егер де map функциясын білмейтін болсаңыздар, сіздерге кішігірім подсказка ретінде бір видеомды қалдырып кетемін. 6-шы сыныпта осы map функциясына байланысты біз армен қарай жалғастырайық. fi.readline. Мына жерге біз типін береміз int fi.readline readline .split. Ол артық екен. Енді print ab деп біз көрейік. Программамызды, яғни оқып жатыр ма, оқып жатқан жоқ па, соны көрейік, тексеріп. 15-12, яғни бізге a мен b-ға меншіктеп берді. Значит, бізде программада қате жоқ деген сөз. Енді біз жай ғана өзіміздің алгоритмімізді ары қарай орындай береміз деген сөз. Бізде не сұраған еді? Бізге жай ғана a мен b-ның қосындысын және көбейтіндісін шығарып бер деген. Яғни бізге онда қосу дейміз да, a және қосу b, көбейту a көбейтілген b. Енді бізге біз осы, яғни
файл режимінде біз оны ашып алдық, оны жазып алдық, оны оқып алдық, оны меншіктедік. Одан кейін біз арифметикалық амалдарды орындадық. Және осы орындап болған соң біз енді сыртқы екінші файлға, бізде тапсырмада егер қарасаңыздар, бізде жасап болған соң output.txt екінші файлға бұны көбейтінсін осы жерге шығарсын деген. Яғни бізде қосу мен көбейтінді біз шығарамыз қайсыған? Әрине output.txt-ға. Онда біз оны fo деген айнымалға меншіктейік. Fo тең болсын open output.txt. Бізде режим қандай болады? Жазу керек болатын болса, әрине double режимі. Fo write. Енді қараңыздар, бұл жерде міндетті түрде мынандай нәрсе бар. Біз документті алған кезде всегда сан болсын, болмаса әріп болсын, барлығы ол строка ретінде болмаса, яғни сөз ретінде алынады, жол ретінде алынады. Біз міндетті түрде оны прокатқа алған соң әлбетте орнына қайтадан жол ретінде қайтарып беру керекпіз, болмаса символ ретінде. Сол себепте біз оларды қайтарып береміз. str қосу плюс str көбейту. Олардың арасын ашамыз. Егерде мысалға біз 6-шы сыныпта айнымалылардың арасына біз өтір белгісін жазатын болсақ, ал бұл бізде файлмен жұмыс жасап жатқан кезде бізде тек қана плюс қана қолданылады. Онда біз тексеріп көрейік. Онда біз fi.close дейміз. Ол бізде, яғни мына жерде аштық, мына жерде жаптық, мына жерде аштық, мына жерде жаптық. Және одан кейін міндетті түрде fo.close дейміз. Яғни мына жерде fo-ны, мына жерде аштық, мына жерде жаптық. Болды. Енді тексеріп көрсек те болады. 15-12 ол бізде программада ошибка жоқ деген мағынаны білдіреді. Мына жерде егерден алып тастайық, чтобы түсінбей жатқан боларсыздар. Яғни кодта ешқандай ошибка жоқ екенін білдірді. Егерде ошибка болатын болса, мына жерде қып-қызыл бірдеңе traceback деп, яғни ошибка шығатын еді. Онда ошибка шыққан жоқ. Сол себепте бізде нәтижесін көретін боламыз. Яғни бізде қарайтын болсақ, файл деген папканың ішінде міне. Файл деген папканың ішінде input және output деген екі түрлі документ пайда болды. Біріншісі бізде 15 пен 12, ал outputқа бізде шықты 27 мен 180 деген шықты. Онда біз ең алдымен білу керекпіз, что ең алдындағы бірінші режим бізде файлды ашу. Одан кейін бізде екінші бізде әрекет болады. Файлды ашу, оқу және жазу, немесе олардың орындары жазу және оқу да болуы мүмкін. Жалпы кімге қалай ыңғайлы, солай жасаған дұрыс деп ойлаймын. Одан кейінгі әрекет бізде міндетті түрде үшінші әрекет бізде айнымалыларға меншіктеу. Одан кейінгі әрекет бізде арифметикалық амалдар орындау. И міндетті түрде бізде болатын әрекет, яғни файлды жабу. Яғни файлды жапқан кезде біз сыртқа жазуымыз мүмкін, болмаса кейбір есептер бар, тек қана принтқа ғана шығарсын деген есептер болады. Оны алда көре жатармыз. В принципе, осы, яғни 5 әрекеттен тұрады. Яғни мынау бізде 4 болса, мынау бізде 5. Яғни 5 бізде алгоритм бар.
біріншісі файлды ашу, екіншісі файлды оқу және жазу, үшіншісі айнымалыларға меншіктеу болмаса айнымалылармен таныстыру, төртіншісі арифметикалық амалдарды орындау, ал бесіншісі файлды жабу. Назарларыңызға рахмет. Егер де түсінбеген сұрақтарыңыз болса, жалпы пікір қалдыра кетіңіздер. Сіздерге кері байланыс беруге әрдайым дайынмын. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.